Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Бүгін Асылмұра өнер орталығының студиясында мұсылмандардың ұлық мерекесі, айт мерекесінде ең алғаш рет осы салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, жыр термелерімізді, мәдени мұраларымызды насихаттау мақсатында, игі мақсатта ашылған Асылмұра өнер орталығының бүгін осы өнер азаматтарымен халыққа, елге қызмет жасап жүрген өнер жолындағы саңлақ өнерпаздармен кездесіп, сол кісілердің әнін, термесін, күйін естілмей жатқан, жарыққа шықпай жатқан қаншама тың дүниелерді насихаттау мақсатында бүгін студияда ең алғаш рет мәдіханаға өзіңізбен жолығып отырмыз. Осы орталықтың ең алғашқы кірпіші қаланғанда өздеріңіз басы қасында жүрдіңіздер. Қазір Асылмұра өнер орталығы тек қана Шымкентте, оңтүстік өңірде ғана емес, арғы басы Алатауға жетіп, мына жағы батысқа, солтүстікке дейін аты шығып жатыр. Әрине, осындай дәстүрлі жобаларды насихаттаумен танылып жатқаны үлкен бір көңілге қуаныш ұялатады. Қош келдіңіз, айт құтты болсын. Енді қазіргі кезде біздің әндеріміздің бәрі ұсақталып баратыр. Барлық әндердің мағынасы бірдей, әуені бірдей, күйемін, сүйемін. Дәл осындай біздің ұлтымыздың рухы жасып тұрған кезде, жастарымыз өзге ұлттың мәдениетіне еліктеп жатқан кезде, дәл сондай әндердің осыншалықты көп болуы керек емес сияқты. Солай ма, мәке? Дұрыс айтасыз, беге. Жалпы әннің де естісі бар, есері бар деп абай атамыз айтқанда, есер әннің тыңдармандары көп. Бірақ дегенменен көпке топырақ шашпаймыз. Талғамы биік қоғамның ішінде жақсы дүниелерді таңдап, талғап тыңдайтын да азаматтар баршылық, жастар әсіресе. Мынау атадан мирас болып қалған термелерді, дәстүрлі, осы күнге дейін атадан балаға аманат болып келіп жатқан әндерімізді тыңдап, оны насихаттап жүрген жастарымызды баршылық. Енді дәл қазір сол өзіңіз айтып жатсыз, сондай дәстүрлі бағытқа бұрынғы бабаларымыздан келе жатқан сарыннан ауытқымай шығып жатқан, соны насихаттап жатқан жастардың бар екенін айтып жатсыз. Енді соны мысалға келтіріп, мынау деп бір-екеуін айтып кетсеңіз. Аллаға шүкір деп айтайық, қазір неше түрлі жас ақындарымыз бар, сазгерлеріміз бар. Солардың бірі Еркебұлан Қайназаров деген ақын бауырымыз, осы Түркістанның тумасы. Айтыскер ақын, сол кісінің тағылым мол, жаңағы бабалар сарынында жазылған бір сондай бір керемет термесі бар. Егер қаласаңыз, соны орындап берейін. Ай, бәрекелді. Бисмиллах сөздің бастауы, жаратқан Раббым бір Алла. Пайғамбарым Мұхаммед асылы сөздің Құранда. О бастан дінім ислам, шүкірлік саған мың Аллай. Мойнымда бар бес парыз, ойымнан әсті шығарма. Маңдайда тағдыр жазулы, қандайда жазмыш туралдай. Қос иығымда перішті, жақсы да жаман ісімді саралап жазып жүр олда. Разылық үшін Раббымның, азығы үшін халқымның, дінімнен ғазәл бастадым, тіліммен амал қыларға. Бұл жалғанда не жақсы, ғайыпқа сенген көз жақсы. Есепсіз шашқан байлық
уақыттан етекті жапқан өз жақсау. Шүкірмен таңын атырып, зікірмен күнін батырып, халқыңа тиер пайдасау, артыңнан қалса сөз жақсы. Заманда заман бұл заман, пенденің пейілін ұрлаған, біреудің тауын шақтырып, біреудің нанын тарттырып, диірменнің қасындай замана мынау зырлаған. Патшада өттай өмірден салдырған сарай ділдәдан, патшада өттай өмірден өзегін өксік тырнаған. Байларда өттай өмірден қолының кірін бұлдаған, пайғамбарды өттау өмірден көңілін хақтан бұрмаған. Жан біткенге үлгі боп жәндікке залал қылмаған, солардан қалған 5 күндей ешкімде мәңгі тұрмаған. Сынаптай сырғып уақыттай сыналып жатыр күллі адам, нәпсімен иман айқасып жақсымен қатар жүр жаман. Бұл жалғандау не жаман, жүрекке қатқан кір жаман. Шүкірлік етпей Аллаға күпірлік қылған құл жаман. Кәлимасын айта алмай, харамнан жұртты қайтармай, ғайбатпен өсек таратқан бейбаққа біткен тіл жаман. Жалғанда жалған жалғанды, аманат еттау тәнді Аллай. Себепкер болып атанаң тәніңе бердау жандалла. Баланың қамын ойлаумен таңдарын ұрған таңдарға, асырап сен өсірген әкеден асқар тау бар ма? Ақ сүтін қақтап емізген, тәттісін сақтап жегізген, аялап сен өсірген анадан асқан жан бар ма? Қатыгез менің қандасым, мәнсапқа біткен малдалма. Асырап баққан әкеңді қараусыз кетіп тастама, қауқары құрып қалғандай. Қарттардың үйін паналап, ағайын жұртын жағалап, аңырап анаң қалмасын, самайын қырау шалғандай. Бақилық болса дұқ өтіп, фәнилік болса қуантып, қызмет қыбасын жандарға, не жетсін сауап алғанға. Жәннаттың кілті ананың табанының астында, деп айтып кеткен пайғамбар, құлағыңды сал заңғарға. Атанаң разы болмасау, жетпейсің мәңгі арманға. Бұл жалғандай не жаман, қарттықта көрген сор жаман. Есін жиып алғасын, енесін тепкен төл жаман. Жұмыртқадай шіріген, ішіңнен шығып іріген, опасыз шұбар жыланың өзіңді шақса сол жаман. Жақсылардан не жақсы, несібің болса мол жақсы. Қазынаң болсай қарызсыз, қажыға барған жол жақсай. Араша түсіп жоқтыққа садақа берген қолы жақсы. Таң намазға тік тұрып, бесінде белін бөктіріп, асырдан өтіп ақшамға, құптанға түнін күттіріп, 5 уақыт намаз оқысаң 5 күнде мынау сол жақсы. Жақының үшін дұқ өтіп,
жанардан аққан жас жақсай, қайғысыз мұңсыз семірген тоқтанда кейде аш жақсау. Рамазан айы келгендей әміріне иеліп, тәңіріңе сыйынып, ораза менен тыйылып ақшамда ішкен ас жақсы. Жұртымай Алла иман бер, имансыз елдер оңған жоқ. Ұлтыма мынау ұйысқан, от салып жүрген қолдар көп. Жұртыма Алла бірлік бер, өрт шыққан жерде орман жоқ. Дініме Аллай қуат бер, ізімнен шыққан жолдар көп. Оң жағымдай бір ел бар, шіркеуде соққан қоңырау. Сол жағымдай бір ел бар, табынған тасқа саңырау. Біз бірміз, олар оннан көп. Дархандық ау даладай, аңқаулығы баладай. Аңғалдас аңғал қазаққай, Алладан басқа қорған жоқ. Құлақты салсаң жамағат, айтқаным адал достығым. Жақсылық іске жаршы бол, жамандық қылмай ешбірің. Бәр өткін шай бұл жалған, мәңгілік ғұмыр кештігім. Бұл дүниенің мысалай, бір күндей болмас бес күнің. Сәби боп келсең сәріде қайтарсың, қарт боп кешқұрым. Бұл дүниенің мысалай, бір күндей болмас бес күнің. Сәби боп келсең сәріде қайтарсың, қарт боп кешқұрым. Рахмет мәке. Нағыз ән, нағыз терме жаттайын деп жаттап емес, еріксіз санаңда сақталып қалады дейді. Шын мәнісінде мына айтылған термелердің сөздерінде ешқандай шашау жоқ екені көрініп тұр. Енді осы біз тыңдап жүрген термелердің ішіндегі шоқтығы биік термелердің қатарына осы термені қосуға болатын сияқты. Осындай терме жазып, халыққа рухани шуақ шашып жүрген Еркебұлан Қайназаров бауырымызға, және де оны жалғыздың үні шықпас дейді, тек қана Еркебұлан бауырымыз емес, өздеріңіз секілді терменің, әннің майталман мамандары халыққа кәсіби деңгейде насихаттай берсек, өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілгендей бір үлкен жетістік деп есептейміз. Ал енді Мәдіханаға өзіңізді ұлттық танымы кең, қазақтың салт дәстүріне, әдет ғұрпына өзгелерден гөрі бір қадам бүйрегін көбірек бұрып тұратын азамат ретінде өзіңізді бағалаймын. Енді қазіргі кезде мына әндерімізде, термелерімізде әртүрлі тақырыптарды қозғап жатады. Жаңа айтылғандай, қайғысыз мұңсыз семірген, тоқтанда кейге аш жақсы, бұл жалғанда не жақсы, бұл жалғанда не жаман. Бұл енді дәстүрлі сарында жазылып жатқан термелер. Енді оның ар жағында біздің Майлықожа аталарымыз бар, Нартай аталарымыз, Кенен аталарымыздың термелері халықтың жан жүрегіне жатталып, санасында сақталып деп айтсақ болады. Сол Майлықожа атамыздың бір әдемі термесі бар. Сіздің орындауыңызды естіген, ата-ананың қадірі деп аталады. Жалпы қазіргі кезде ата-ана мен баланың арасы алшақтап, балалар өзінің ата-анасына құлақ аспайтын, ата-анасын қараусыз қалдырып, қарттар үйіне тастап кететін жағдайлар бұрын соңды біздің тарихымызда болмаған жағдайлар қазір болып жатыр. Тастанды балалар, көбейген жесір әйелдер. Осының барлығына әрине біздің тек қана осы сіздің айтып жатқан термелеріңіз толықтай қанағаттандырады деп айта алмаймыз. Дегенмен де қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, сол құндылықтарымыздың қайтадан арамызға оралуына, тірілуіне үлес қосады деп ойлаймын. Бір ағамыз айтқан екен, менің бала тәрбиесіне араласатын уақытым жоқ. Әйелімнің 3 телеканалда сериалы бар, өзім 3 жерде жұмыс істеймін деп. Шын мәнісінде жаңағындай жағдайлардың барлығында көбіне
бір жақты балдарды кінәлап, балаларға жала жауып жатамыз. Балалардың без бүйрек жастар ата-ананы тыңдамайды, үлкенді сыйламайды деп. Бірақ осы жерде ата-ананың да сол бала тәрбиесінде жіберіп жатқан үлкен тәрбие беру мәселесіндегі нұқсандығы бар деп ойлайсыз ба? Дұрыс айтасың Беги. Бір жақтама қарау қате пікір. Көп жағдайда баланың әдебі, тәрбиесі, тәртібі қараусыз, жауапсыз қалып жатыр. Соның салдарынан мінекей осындай халге жеттік. Өкінішке орай. Ата-ана мен баланың арасында алшақтық, сондай бір суықтық бар. Себебі ата-ананың ісі менен сөзінің арасы қабыспайды. Бұлай айтқанда, ата-ана жақсы әдемі сөздің бәрін айтуы мүмкін балаға. Мынау жаман, мынау дұрыс, мынау бұрыс. Бірақ ол өзі істемейді оны. Адамның ісі менен сөзі дөп келгенде ғана ол оның ұрпағына тәрбиелеп отырған, сонда әсерлі болады. Дұрыс айтасың. Мынадай бір сөз естіткен бір ғалым, сен балаңа былай істе деп айтпа дейді. Сол нәрсені сен өзің істе. Жеткілікті. Бала соны көрген. Оны біздің қазақ аталарымызда айтқан ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің. Мынадай бір керемет сөз бар. Өзгені түзейім десең, өзіңді түзе дейді бірінші. Бекеді. Сондықтан да мынау ертең енді салиқалы ұрпақ тәрбиелейміз десек, біз алдыменен өзімізді түзейік. Аз сөйлеп, көп қызмет қылайық та Беке. Сонда иншалла бәрі дұрыс болады. Мынау орыстың ұлы жазушысы Толстой айтқан екен. Бұрын ақымақ боп елді түзетем дейтінем, осы кезде ақылым кіріп өзімді түзеуге көштім. Дұрыс айтасың Мәке, сөзіңіз орынды. Енді осы айтқан сөзіңізді бір әдемі термемен қуаттап, қолдап отырсаңыз, не ұсынасыз, не айтасыз? Майлықожа атамыздың термесі. Қайын атаңыздан бір терме. Ата-ананың қадірі деп айтылады. Керемет. Қабыл алыңыздар. Атаның қадірін айтайын, ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Туғаныңда қуанған, дүние малын бұланған, аман болсын балам деп Алладан медет сұранған. Жәрдемің ай жараған, қабағың ай қараған, жолаушы болып ау кеткендей сағынып келген даладан. Мінәсіп атқа еміндірген, жарасар киім кидірген, қарнашар деп кәбәк боп қасын ай тамақ үйдірген. Иығына міндірген, жерге қимай қоярғай, етегін ай сейдірген, 62 тамырын әуелден Құдай идірген. Мектепке беріп ау жасыңда, танытып құбыла білдірген, жыласаң көңлай жүдеген, қуансаң тасып үдеген. Көркің ау көңлесіп, Алладан өмір тілеген, әкеңдей құбыла қамқорың табылмас мынау дүниеден. Мейірбаның ай жанакей, әкеңде өлмес болсай шай, қасірет болып көңілге қапада келмес болсайшы. Әкенің қадірін ұл мен қыз тіріде кезде білсең шай.
мехнат тартқан төтіннен еңбегіндай етілген. Қадірін оның білмесең, қызметіндай жүрмесең, арамыз алым болғаның ұрғаны Құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңей, жамандық қылсаң тірідей жазаңдау Алла тартқызар орын жоқ жәннат мекеннен. Ай аузыңа ақ сүт емізген, шайнап бір тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнабай май берген, құндақтап жерден жай берген, онан қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден. Аңылдап даусың шыққандай кетпеген, жырақ қасыңнан күйзеліп жанай ашыған. Ай қараңғыда жыласаң, таныған көрмей даусыңнан, мейіріңді суға қандырған мехрибан бармай осыдан. Алла пайғамбардан соң күллі жақыны досыңнан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше, көбелектей айналып пәруана болған басыңнан. Мұздайда бесік таянған, жыласаң шошып оянған, анаңдай қамқор бар мекен жаның ай жақын саяңнан. Оның қызмет ісінен не болар жаның аянған. Аяздау күн ай айналып бұлыттай күн ай бұрылған, жас нәресте күніңді қайрылып келген қырымнан. Ай ыстық пенен суыққа перзент тау үшін ұрынған, дүнияда Құдай жаратқан мейірбан қылып бұрыннан. Қар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, аңылдап жатып ауырсаң жарымдай жасын кеміткен. Айналайын оу деген ай жан жүйеңді жібіткен. Болды йопа жалғанда анаң бір өлмес болсайшы, анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсайшы. Ай шер жүрек болып артында қалада бермес болсайшы, қапа болып көңілін алада көрмес болсайшы. Әр перзент тау Құдайым жетімді қылмас болсаңшы, ананың қадірін ұл мен қыз тіріде кезде білсең жай. Пай шіркен. Рахмет, мәке. Алланың нұры жаусын. Мұна айтылған Майлы Қожа атамыздың сөзіне жазылған, Жәкен ағамыздың мақамына құралған осы бір керемет терме. Қайғыны қозғайтын емес, жүректегі қуатты қолдайтын, шынайы бір махаббатпен жазылған дүниелердің бірі деп бағаласақ болады. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенем деп өткен ұлы бабалардың ұрпағы деген атқа лайықты болып, қазақ елінің болашағына, еңсесінің биік болуына, мемлекетіміздің ғұмырының баянды болуына барлығымыз бір кісідей білек сыбанып ат салсайық, қызмет жасайық. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.